Қайырлы күн достар. Бүгін шайға өте дәмді болатын творожный чизкейк дайындаймыз. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. 1 жұмыртқа, 3 ас қасық қант, екеуін қосып жақсылап араластырамыз. Қантты әбден ерітіп аламыз. Енді оның үстіне 120 грамм сары майды, 1 ас қасық сметананы салып, тағы да араластырамыз. Енді 1 шай қасық разрыхитель, 270-300 грамм ұн қосып, жұмсақ қамыр елеп аламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Бұл жерде мен ұнды алдын ала електен өткізіп алдым. Ұнның қалған бөлігін қосып, қамырымызды илейміз. Илеп алған қамырымызды пакетке салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Творог, сметана, бір жұмыртқа, қант қосып жақсылап араластырамыз. Кукуруз крахмалын қоссаңыздар да болады. Творогты әбден езіп, үгітіп, жақсылап бір келгі масса болғанша араластырып аламыз. Шайға өте дәмді болатын пирогтардың бірі. Достар, менің рецептім ұнаса, менің YouTube арнама тіркеліп алыңыздар. Лайк басып, комментария қалдырып отырыңыздар. Міне біздің салмамыз дайын болды. Енді қамырымызды алып, ыдысымызға шайып саламыз. Ыдысымызды сары маймен жақсылап майлап аламыз. Міне қамырды алып, енді ыдысымызға саламыз. Қолдың көмегімен осылай жайып шығамыз. Жан жағын көтеріп, барлығын біркелкі етіп, формамызға орналастырамыз. Орналастырып алдық. Енді жанышқының көмегімен осылай тесіп шығамыз. Енді осының үстіне шеттерінде осылай біркелкі етіп жасап алсаңыздар болады. Үстіне салмамызды құямыз. 180-200 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне біздің творожный чизкейкіміз дайын. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер.